Құрметті бауырлар, осы Ражаб айы туралы түрлі видеолар тарқап жатыр екен. Ескі видеолар көбінесе. Жаңадан біреулер шығарып жатыр екен. Біреу талас шығарады, біреу бар дейді, біреу жоқ дейді. Осы туралы біздің Ханафи мазхабындағы ғалымдардың сөздері. Сол жердегі Ражаб айы туралы үкімдер, оразасы, басқасы туралы бір қысқа нұсқа айтып өтпекшімін. Мұқият құлақ салыңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Тағала Тәубе сүресінің 36 аятында сізбемізге былай деп мархамат етеді екен, бізге керек жерін қазақша айтып кетейін. Алланың құзырында Алла өзі жазғандай 12 ай бар. Аспандар менен жерді жаратқаннан бастап, соның ішінде төртеуі минха арбаату хурум. Оның ішінде төртеуі ұлы айлар болып саналады. Зәлика динул қайым. Міне бұл дін дұрыс дін. Яғни осылай ұстануымыз керек. Айда бір жылда 12 ай бар, оның ішінде төртеуі ұлы ай деп саналады екен. Фәлә тадлиму фихинна анфусахум. Осы жерге шейін бір өтсек, өздеріңізге бұл осы 4 айда зұлымдық жасамаңыздар дейді. Осы бір Құранның аятына сай, тәпсірінде келгеніндей имам Табари және басқа да ғалымдарымыз айтатындығы 4 ай, Мухаррам айы, Зулқада айы, Зулхиджа айы және осы Ражаб айы ұлы ай болып саналады екен. Солардан бөлек Рамазан айы өзінше бір бөлек ай. Осындай ұлы айлардың қатарындағы Ражаб айы. Бұны ғалымдарымыз бір ауыздан бекітетіндігі Ражаб айы шынымен ақ ұлы айлардың қатарында. Ендеше осы ұлы ай баршамызға құтты да берекелі болсын. Бірақ бұл ұлылығы неде дегенде, бұдан бұрынғы кезбенен қазіргі кезді салыстырып отыруға тура келіп отыр. Бұрын арабтың жахилият дәуірлерінде осы айларда пайғамбарлардан қалған дүние, Ибрахим пайғамбардан, басқа пайғамбарлардан қалған дүние, бұлар бұл арабтың салт дәстүріне кейіншелік сол еніп кеткендігі, осы айларда соғыс тоқтайды екен. Ендеше Ражаб айының мағынасы айтсақ, Ражаба деген мағынада, яғни айбатты болды, ұлы болды деген мағынаны соның төңірегінде сайып келеді. Сол үшін енді адамға Ражаб деп ат қоюға да болады, осы айда туылған адамдарға, ер балдарға да. Енді ұлы айлығы осы ұлы екендігі айтылады. Себебі осы ұлы айда арабтар соғыспаған екен. Осының құрметіне. Тіпті бұны арабтың дәуірінде керең ай деп атайды екен, саңырау ай деп атайды екен. Өйткені осы айда адамдарды жаугершілік заман ғой енді. Қылыштың сытырлағаны, аттың дүбірі, жұрттың айғайлап жау шапты деген даусы естілмейтін тыныш саңырау ай деп аталады екен. Соншалықты осы бір ай соғыссыз өтетіндігі. Міне осындай құрметпен еге болған айлар. Әйтсе де осы айдың пайғамбарымыздың діні, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ислам дінін алып келген екен, осы ай осы күйінде жалғасты. Енді осы айдың мағынасын таныстық, ұлылығын түсіндік. Бұл айдағы жасалынған амалдарды соған қарап өтіп кетсек екен. Біріншіден, бұл айдағы барлық салих, жақсы амалдар есе болады, және барлық жаман амалдар дұрыс емес болады екен. Жақсы амалдар, оған дәлел осы Тәубе сүресінің 36 аяты, фәлә тадлиму фихинна анфусахум деген Құрандағы аятты тәпсіршілеріміз, ғалымдарымыз тәпсірлей келе айтатындығы, осы айда бір-бірлеріне зұлымдық қылмаңдар дейді. Зұлымдықты Алла Тағала ерекше арам еткен айлар. Осы айда ерекше зұлымдықтан тоқтаған адамның сауабы көп болады, ал енді сауап амалдарды жасаған адамның сауабы есе одан да көп болады екен. Әйтсе де, құрметті бауырлар, Ражаб айы кіргендегі айтылатын дұға бар. Сол туралы не дейсіз? Ражаб айындағы ораза бар, оған не дейсіз? Рағайып деген намаз бар, оған не дейсің? Ми'раж деген намаз бар, оған не дейсің деген бірнеше сұрақтарға тоқталып өтіп кетейік. Эфирді сақтаймыз. Енді біріншіден Ражабтың алғашқы кірген кезіндегі дұғасы.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келетіні Аллахума барик лана фи ражаб немесе барик лана ражаба ва ша'бана ва баллигна рамадана деген пайғамбарымыздан келген дұға бар. Аллахым бізге ражапты және ша'банда береке бер, рамазанға жеткере көр деген дұғасы. Бұл сахих хадиске жатпайды. Әйтсе де заиф хадис болғанменен дұға ретінде қолдануға болады. Бұл туралы имам Байхақи Фадайлул Ауқат деген кітабында түсіндіріп айтып береді. Бұл хадис бірнеше басқа кітаптарда өте көп риуаят етілген. Әйтсе де бұл хадисті талдап айтқандардың біреуі имам Байхақи болады. Мұхаддис кісі. Аллахума барик лана ражаба ва ша'бана ва баллигна рамадана деген дұға. Қазір айтсаңыздар да болады. Енді бұл ражаб айының кіруіне атылған дұға. Аллахым осы айды бізге берекелі ет, рамазанға жеткере көр деп. Оны қазақша айтсаңыз да болады, өзіңіздің тіліңізде айтсаңыз да болады. Енді әрмен қарай жалғастырайық. Енді ражаб туралы келген хадистерге тоқталып өткім келеді. Құрметті бауырлар, өте көп тарқап жүр. Мынандай хадис сахих па, мынандай хадис сахих емес па, мынандай дұрыс па деген. Бұл WhatsApp-тарда бір парақша ретінде де тарқалып жатыр. Бір кісілердің видеолары ретінде тарқалып жатыр. Видеолардағы тарқалып жатқан хадистердің барлығы дерлік өтірік хадистер. Тіпті заиф емес, яғни әлсіз хадистер де емес, өтірік хадис. Өтірік хадисті, құрметті бауырлар, тарқатуға қақыларыңыз жоқ. Бұл пайғамбарға жабылған жала болады. Біздің дінімізде бұл өте ауыр саналады. Сол үшін, құрметті жақсылар, тыңдап алыңыздар. Ражаб туралы көп, мынандай ұлы ай, мынандай осы бір күн тұтқан мұндай болады, 2 күн тұтқан мұндай болады, бір жыл тұтқандай болады, соны 15 күн тұтсаң мұндай болады, кәмілін тұтсаң мұндай болады деген хадис өтірік хадис. Анас ибн Маликтан келді деп тұрып риуаят қылған хадисті айтып жатыр. Енді бұл видеоны тарқатпаңыздар және бұл хадисті хадис деп білмеңіздер. Ескерту. Ендеше ражаб жайында қандай хадистер келген? Біріншіден, ражабтың ұлылығы жайлы келген хадистер бар, сахих хадистер. Олар өте санаулы ғана. Соның біреуі, бүкіл мағынасын беретін 2 ғана хадис айтайын, осы мағынаны ғана түсінуге болады. Біріншіден, Саид ибн Жубайрдан келген хадис, бұл сахих Муслимда да, басқада да риуаят қылынған хадис. Осы ражаб айындағы жаңағыдегі береке және дұға жайында айтылған, бар жоғы. Сол Саид ибн Жубайрдан келген хадис бойынша мынандай деп айтылады екен. Біз осы Саид ибн Жубайрдан келген хадис бойынша осы сахабадан бір кісі келіп сұрадым дейді. Мен сахабадан сұрадым дейді. Ражаб туралы маған айтып берші деген кезімде ол кісі айтты дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 12 айдың ішінде Рамазаннан басқа 11 ай болды. Сол Рамазанды санамағанда бір жылдың ішінде кейде ораза тұтқан кезде бұл кісі аузын ашпайтын шығар, енді өмір бақи ораза деп ойлайтынбыз. Кейде оразаны тоқтатып қойған кезінде бұл кісі ораза тұтамы жоқ па деп ойлайтынбыз деген екен. Осылай ғана жауап берді. Яғни ражаб айына қатысты сұраққа осылай жауап берілді. Пайғамбарымыз қаласа тұтқан, қаламаса тұтпаған деген мағына шықты. Қалағанша тұтыңыз, қаламағанша тұтпаңыз, және бұны парызға, уәжіпке, міндетке айналдырмаңыз деген келеді. Осы хадистің өзі сізбен бізге бүкіл осы әңгімеге жетер еді. Әйтсе де толық болу үшін шолу жасауымыз міндет болып қалды. Екінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген хадис, бұл Усама ибн Зайдтан келген риуаят. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінен бұл ай туралы сұраған кезінде пайғамбарымызда мынандай деген сөзі бар екен. Зәлика шахрун яғфилун насу анху байна ражаб ва рамадан. Шағбан туралы сұраған кезінде Усама ибн Зайдтан кейін риуаят, пайғамбарымыздан Шағбан айы туралы не дейсіз дегенде, бұл Шағбан айы дегеніміз адамдар Ражаб пенен Рамазанның ортасында тастап қоятын
ғапыл болып, яғни білмей тастап қоятын, қадірін білмей тастап қоятын айлардың бірі уахуа шахрун, бұл сондай бір ай, шағбан айын айтып жатыр. Амалдар Алланың алдына көтерілетін ай. Мен осы айда амалдарым ораза халінде көтерілгенін жақсы көремін деген. Ол бір. Осы жерден ғалымдарымыз хадисті түсіндіре бере айтатындығы, бұл хадистен алатынымыз, құрметті бауырлар, Ражаб айының жалғыз өзін емес, Шабан айын да жанына қосып тұтыңыз. Және бір күн, жарты ай, бір ай бойы толық тұтамын деген хадис өтірік хадис. Қанша тұтқаныңызша өзіңіз білесіз. Бірақ бұны міндет қылып тұту керек деп алу дұрыс емес. Және өзгеге тұтпасаң болмайды деп тықпыштау да дұрыс емес екенін біліңіз. Осы екі хадис сахихтен алатын нүктелерді түсінген боларсыз деп ойлаймын. Ал бұдан кейінгі нүктелердің көпшілігі, құрметті бауырлар, мұқият тыңдаңыздар. Бір күн тұтсаң болады, 2 күн, 10 күн, 3 күн, 1 ай деп тұтқандарды айтылған хадистердің көпшілігі өтірік, ішінде даиф, яғни әлсіз хадистер де бар. Соны Мулла Али Қари өзінің бір кітабында Ражаб туралы жазғанда, енді ол кісінің қателіктері бар ғой, әлбетте Ханафи мазхабындағы сөзді мен айтып кетемін. Хадистердің барлығы заиф, әлсіз хадистер бір-біріне қосылып күшті болады деп айтады. Бірақ әлсіз хадистер бір-біріне қосылатын өзінің орны бар. Ішінде хадис мүлде тасталынған, немесе белгісіз болып, жоқ болып кеткен адам, ол белгісіздігінде күмән болатын болса, ол хадистер әлсіз болғанменен бір-біріне қосылмайды. Уәхин деп аталады. Ол хадистер өте төменгі дәрежеде хадистер болады. Оны дауыс жақсы болды. Енді бұл хадистерді сауап үшін қолданса бола ма деген сұраққа ғалымдарымыз иә деп айтады. Сол үшін кесіп осы Ражаб айында 1 күн, 10 күн, пәлен күн тұт деп айту дұрыс емес, қалағанша тұтыңыз деп айту дұрыс деп айтылады. Екінші нүкте, құрметті бауырлар, Ражаб айындағы көп жаңағыдегі басқа бір әңгімелер, сенің 1 күн тұтқаның пәлен есе болады, 1 жыл тұтқандай болады, егер 1 ай тұтсаң өмір бақи күнәң кешіріледі деген хадис өтірік. Бұл жалған хадис. Бұл Ражаб жайындағы хадистерге қысқаша шолу. Мағынасы, айтқым келгені, неге бұны осылай қысқа қайырғаным? Құрметті бауырлар, Ражаб жайындағы айтылған енді сахих хадистер көп шығар. Бұл жағында менің білімімнің таяздығынан мен бар жоғы шамаменен 6-7 ғана үлкен дәрежедегі хадистер, оның жанында хасан дәрежесіне баратын тағы бір 5-6 ғана хадис таптым. Жүмләсі, яғни барын жинағанда 15-10 шақты хадис ғана жиналады. Ал қалған хадистердің көпшілігі өте жаммун кабирун, өте үлкен жиынтық, шамаменен кем дегенде бір 70-60 хадис болады. Соның ішіндегі 50 шақтысы өтірік хадистер. Бар жоғы 20-30 хадис ғана заиф хадис болып қалады. Мүмкін бұдан да өте көп шығар. Менің қазіргі бір бар жоғы ақтарып, осы халыққа бір пайдам тисін деп ақтарған бір 10 шақты кітаптың ішінен табылған дүние ғана. Әлбетте мұхаддис ғалым жігіттеріміз бұдан да көбірек айтар деген ойым бар. Бірақ дегенменен мен мұхаддис емеспін ондай. Бұл хадис айтып, сол хадистегі ойларын айтқым келмейді. Бәлки Ражаб жайындағы үкімдер, фиқ ғалымдарының үкімдеріне тоқталып өткім келеді. Бұл маңызды дүние. Ражаб жайындағы фиқ ғалымдары Шафи мазхабы бойынша Ражаб айында ораза тұту макрух саналады. Ханбали мазхабындағы Ибн Худама Мақдисидің енді ең үлкен ғалымдарының сөзіне сүйенетін болсақ та макрух саналады. Және бұл имам Ахмадтан кейін ең дұрыс сөз деп айтылады. Ал енді біздің мазхабымыз имам Абу Ханифадағы сөзге келетін болсақ, Ибн Абидин рахматулла алейх Ражаб айындағы ораза жайында бұл хадистердің барлығы дерлігі өтірік дей келе, бұл кезде ораза тұту харамға жақын макрух деп айтады. Осы Ханафи мазхабындағы үлкен сөз.
және Фатауа Баззазия кітабын ақтарып көрсеңіздер болады. Фатауа Баззазия кітабында бұл хадистердің біразына шолу жасалынып, неге бұншалықты дұрыс емес дегендігі айтылады. Сондықтан бұл кездегі рағайып намазы және ражаб оразалары макрух саналатындығы бар екен. Әйтсе де фиқ ғалымдарымыз, кейіншелік фиқ ғалымдарымыз, сіз өзіңіз сауап ретінде жұртқа тықпыштамай бір күн, екі күн, немесе дүйсенбі, бейсенбі, айдың толған күндері, немесе бірнеше күн тұтып алам десеңіз, нұр үстіне нұр болады. Сол үшін ораза екі түрлі мағынамен тұтылады. Егер сіз бұл айды құрметтеу маңызды және міндет деген үшін тұтсаңыз, бұл дұрыс емес. Ал егер бұл ай құрметті және осы айда сауап амалдар жасаған жақсы болады деген ниетпенен сауап амалдарым көбейсін, бұл қосымша нәрсе деп тұтсаңыз, нұр үстіне нұр, жақсы амал жасаған боласыз. Және осы Ражаб айының ішінде жұма күні кешке, алғашқы жұмасында кешке жиналып жұрттар түн күтеді. Бұны рағайып түні деп атайды. Осы түнде намаз оқиды, рағайып намаз деп атайды. Ол намазда ондай дұға айтыңдар, мына сүрені пәлен рет айтыңдар дейді. Құрметті бауырлар, рағайып туралы жазылған хадистер, кітаптары, жиынтықтары өте көп. Бұл 4 мазхаб ғалымдарында да раддия, бұған қайшы дұрыс еместігіне жауап берген үлкен ғалымдардың сөздері бар. Көп талаба білім іздеп жүрген азаматтарымыз мүмкін бір қандай да бір қызығуменен Мүлла Али Қаридің кітабын алып алып, бұл жерде рағайып түніндегі намазды оқуға болады, ол кісі заиф хадистерден жинап бұны қауи күшті болды деп ойлайтын шығар. Бірақ Ханафи мазхабының сөзін ұстанған дұрысырақ болады деп ойлаймын. Ханафи мазхабы бойынша рағайып түнінде арнайы жиналу бидат болады. Ол кездегі намаз бидат болып санайды. Бұны Ибн Абидин осылай фатуа береді. Бидат деген сөз дінге қосқан жаңалық, және ол жердегі жасаған амалыңыз сауап емес, күнә болады. Сондықтан түнде тұрып рағайып намазын оқу дұрыс емес, оны тарқату да дұрыс емес. Бұл Ханафи мазхабындағы жаңсақ пікір ғана болып саналады. Сонан соң, құрметті бауырлар, осы түнде ер мен әйелдер бірімен араласып жиналып түн күтеміз деу өте қате пікір. Және тағы да бұның жанында айтылатын бірнеше хадистер бар. Біреуі рағайыпты күтпеңдер, тыйым салынған деген хадистің біреуі де жоқ. Бұндай тыйым салынған хадис жоқ. Және ол хадистің барлығы өтірік хадис болып саналады. Екінші нүкте, осы Ражаб айындағы истиғфар туралы хадистер келеді. Кімде-кім Ражаб айында истиғфар айтса, ол кісінің күнәсі пәлен есе тезірек кешіріледі деген мағынадағы хадистердің, бұл хадистердің барлығы қабылданбайтын дұрыс емес хадистер. Тағы да бір нүкте, рағайып айында умра жасаған адам қажылықпенен тең болады деген ұқсайтын алып қашты сөздер де өтірік, алып қашты сөздер жалған болып саналады. Умра, нәпіл умра қалаған уақытында, Рамазаннан басқа уақыттарда бара бересіздер, жасай бересіздер, оның ешқандай да проблемасы жоқ. Ражаб бұдан қатты ерекше емес. Құрметті жақсылар, қорытып айтқым келеді. Ражаб айы құрметті айлардың бірі. Бұл айда көп сауап амалдар жасаған жақсы болады. Күнәлардан қашқан өте керемет болады. Бұл айда шамаңыз жеткенше нәпіл оразалар тұтып, шамаңыз жеткенше көп дұғалар жасап, пайғамбарға салауат айтып, шамаңыз жеткенше білім іздеп, шамаңыз жеткенше түнгі намаздар, басқа да нәпіл намаздармен толтырсаңыз, қандай нұр үстіне нұр, және осы айды құрметтеген азаматтардан болып саналасыз. Бірақ бұл айды құрметтеу сауап үшін ғана, нәпіл амалдар үшін ғана болуы міндет. Бұл түнді немесе осы күндерді арнайы бір осындай қылмасаң болмайды, немесе сол түннің ерекшелігі мынандай деген хадис жоқ. Және бұл әңгімелердің көпшілігі алып қашпа сөздер. Тек құрметті бауырлар, ескертетінім, бұл ай туралы айтылған истиғфар, умра және бұл тыйым салынады, немесе
міндетті түрде орындаған осындай болады деген хадистер жалған. Тек қана бұл айдың ұлылығы бар, пайғамбарымыз бірде тұтып бірде тұтпағандығы бар, және осы ай тек қана бір өзін қалдырып кетпей, Рамазаннан бөлек Ражапты ғана құрметтемей, Шабанды да қосып құрметтеуді ұмытпаңыз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисі бар, жоғарыда айтып кеттім, Шабан айында амалдар Алланың құзырына көтерілетін ай, сондықтан бұл айда ораза халде көтерілгенін қалар едім деген пайғамбарымыздың хадисі бар. Осы хадиске қарай Ражап айында, Шабан айында сол кезде сахабалар тұтқан болу керек. Сіз де сахабалардың соңынан еріп, осы айда ораза тұтсаңыз, нәпіл оразалар тұтсаңыз, нұр үстіне нұр болады. Құрметті жақсылар, бір нәрсе айтайыншы. Мен бұл сөздерменен біреудің жасап атқан қайырлы, жақсы сауап амалдарын тартып қалғым келмейді. Бірақ әрбір амал өзінің орныменен сауапты орындалғанын қалар едім. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.